спорт школада 5 жыл оққанмын, бокс мектебінде. Сонымен қазіргі кезде сол жүгіру, осылай тауға шығып, хоббиларым бар. Вот. Не десек. Айта бер. Тағы не қызық бар? Отбасын жайлы бәрін айта бер. Иә, қайда тудың? Қандай мектеп? Семей қаласының болам. Тағы айтып кетейін. Астанада 14 жыл тұрып атқанымнан болды. Уже осы жыл бұйыртса Алматыға көшейін деп тұрмын. Қазір кезде колледждің 2-ші курсына оқып, сол осындай ортаны іздеп дамытып жатырмыз. Осы Русим братаным бар. Сол қалай айтсам. Болды, Айқы береміз. Не деген ұзақ уақыт болып кетті? Амандығың туралы айтса, айта бер бәрін. Не бар айта бер. Тоқтама қалды. Қалай айтсам. Болды, рахмет, қошемет! Ай, молодец, тәңір берген бауырым. Қазір кері байланыс жасайық. Кешегідей бірінші жақсы жақтарын айтайық, е? Тәңір берген бауырымыздың қандай жақсы жақтарын байқадыңыздар? Жас болса да біраз дүниемен айналысып жүр, молодец. Алдағы мақсаттары бар ғой. Мақсаттары айқын. Осындай ортаны іздеп жүргенде. Ол да ізденісті көрсетеді, өте жақсы. Мынаяқта батылдық деп айтып жатыр. Бірінші шыға салды, мысалға, келді да мен сөйлеймін деп шыға салды. Ол үлкен жүрек керек, е? Ол өте жақсы қасиеттер. Тағы да? Негізі оратор болайын деп тұрған жігіт. Оратор болайын деп тұр. Өзін еркін таныстырды, айтты. Бірақ 2 минут деген бір 2 сағаттай болып кетті ғой деймін, қашан бітеді деген. 2 минут деген аз ғана дүние сияқты еді ғой, мына жерде қалай болып кетті деген сияқты ғой. Сондықтан ол ештеңе емес, ол бірте-бірте үйреніп кететін дүние. Ал енді қандай кеңес береміз Тәңір берген бауырымызға? Кеше сіздер біраз дүние үйреніп алдыңыздар. Не жетіспей жатқан сияқты? Сөз байлық, кітап оқу, сосын өзін ұстауы қалай екен? Қол, иә? Кеше болмаған көрініп тұр, иә? Біз кеше айттық, қолды қою керек. Қолдың былай тұра берсеңіз, ол жай болып қалады. Олай тұруға да болады, бірақ қол жұмбаймыз дедік, иә? Қол алақан ашық болады, халыққа қарап тұрады. Сосын қол былай тұру керек. Мысалға, әдетте ең әдемі жері осы. Қол қою болмағаннан кейін адам деген уже бите бастайды ғой. Қобалжығанын осыдан ақ көреміз да өзі. Иә. Сосын артқа тығады дегендей, қалтасына тыққысы келеді. Ол деген уже сіздің өзіңізге деген сенімсіздігін, кішкене қобалжып жатқаныңызды көріп қояды халық. Сондықтан ең әдемісі былай. Тұрасыз да сөйлей бересіз ғой. Қандай жақсы, бүгін қараңыздар, мынау осындай табиғатта сіздермен жүздесіп тұрмыз. Бүгінгі күндеріңіз керемет болсын. Барлықтарыңыз үйге барып, күш жинап барыңыздар, өте сәтті күн болсын деген сияқты. Мынау жесттар осылай жіберіп жатқан өте әдемі болды. Ол сізге күш береді, және де халықты жаңағы қаратып алып отыруға өте жақсы. Қазір мына жақта мысалға бір 30 шақты адам тұр, е? Ертең мына жақта 100 адам тұруы мүмкін. 1000 адам тұруы мүмкін. Сондай кезде қол ақырындап көтеріле береді, қараңыздар. Әзірге осындай деңгейде сөйлейсіз ғой былай. Ал құрметті жиналған достар, қазағымыз жасасын дегендей, е? Ал енді халық деген уже 1000-3000 адам тұрған кезде қолыңыз былай болады ғой. Ал қалай құрметті, уа халқым, бүгінгі күндеріңіз күшті болсын. Мына қол сермеу, ол кете береді. Анау алыста тұрған адам, ол сіздің көрмеуі мүмкін. Көрінбейді да, мынау кім тұрған дегендей. Ал қолыңыз былай тұрса, мынау оратор екен. Әңгіме жоқ, мынау деген жарып жатыр дейді. Сен не айтып жатқан, естіп жатқан жоқ. Но бәр халық шапалақтаған кезде артта тұрып, о дейді да. Өйткені ол көріп тұр, сен жаңа жарып жатырсың да қолменші былай. Сондықтан ол да Гитлер деген бекер біткен жоқ. Кеше айтқандай, ол халықты қаратудың бір үлкен жолдары. Сосын Тәңір берген бауырымызға бір тағы кеңес беретін. Паразитті дыбыстар бар екен. Паразитті сөздер бар. Бізде қазақта жаңағы сөздің соңында дитта деген сияқты сөздер қайталана берсе, ол адамдардың құлағына қатты әсер етеді.
мынау жаңағы деп қоймай қойды ғой дейсің да, мысалға жап жақсы әңгіме айтып отыр, бірақ жаңағы деп қоймай қойды ғой деген сияқты ойлайды адам. Сондықтан ондай дыбыстарды тазарту керек, ондай сөздерді алып тастау керек, айтпай қалуға тырысу керек, иә. Сосын дыбыстар, иә. Енді дегенде ол деген солай деп тұрсаңыздар, ол әкімдер сияқты ғой, біздіңші әкімдер тұрады ғой. Ал енді біз жасап жатырмыз ғой, енді ол деген біз ондай заманның адамдары емес, біз жаңа заманның адамдарымыз. Жандарбек айтқандай, біз жаңа мықты болу керекпіз, сөзге де шешен болу керекпіз, ойымызды еркін айту керекпіз. Деп тұрсақ, онда не дейтін? Мынау өзінің саласында білмейтін бір маман емес, біреу екен ғой дейді ғой. Сондықтан нақты өзіңізге сенімді. Енді онымен қалай күресеміз? Жаңағы кәдімгідей үйге барған кезде видеоға жазасыз, қарайсыз өзіңіз, тыңдайсыз. Қанша рет дедім, қанша рет дедім. Мынамен күресу керек. Енді санаңызға сосын кіргізесіз. Дейтін кезде үндемей қаласыз ғой, пауза. Тоқтап қаласыз, өзіңіз ұстап. Ол тіптен жақсы. Көпшіліктің алдында сөйлеп жатқан кезде кішкене бір пауза ұстау, ол одан ары қызықтырады аудиторияны. Жаңа бәрі, неге тоқтап қалды екен? Одан да қызға әңгіме айтайын деп тұр ма? Не айтайын деп тұр екен деп қызға бастайды. Сондықтан сөйтіп бір пауза ұстау, арасында үзіліс ұстау, интонацияны көтеру, бір қалыпты сөйлемеу, арасында қатты айтып барып, сосын ақырындап айтып, мынау қандай күшті деген сияқты айтатын болсаңыздар, аудиторияны үнемі байланыста ұстап отырасыздар. Ондай болса, Тәңір берген бауырымызға қошеметтеп қояйық. Батырлығына, ерлігіне, жасап жатқан жұмысыңа сәттілік бауырым. Ал, ақ жол. Ал, неке? Қойып. Тауға күнде шығып жүрген. Ай, бәрекел. 70 қанша? 79 күн. 79 күннен. Ортаға Нәжетбек бауырымыз шақырамыз. Ал. Төрсіздікі. Ортаға шығыз. Ай, қой адам жүрмейді-ау дедім. Бірақ характер бар екен, мықты екен. Бәрекелді. Уже салмақ кетіп қалған ғой. Мүмкін 20 килограмм салмақ кетіп. 20 килограмм. Ассалаумағалейкум. Бүгін жігіттер, баршаларыңызға қайырлы таң және мынандай керемет табиғатта өздеріңізбен осылай жүздесіп, осылай алдыларыңызға шығып, сөз алып тұрғаныма өте қуаныштымын. Мен өзім туралы айтар болсам, менің туған жерім негізі Қытай Халық Республикасының Ерен Қабырға деген тау бар. Үрімжіден бір 40-50 километр жерде. Бірақ сол Ерен Қабырға тура осындай табиғат, осындай міне орман, осындай қарағай, тура осындай жерде дүние келгем және осындай жерде өмір сүрдім 18 жыл. Мал бақтық, егін ектік, тағы да басқа шаруашылық жұмыстармен айналыстық, сол жерде оқыдық. Сөйтіп 18-19 жасында Қазақстанға келіп, Қазақстаннан универ бітіріп, осы жақта содан бері әр салада кәсіптермен айналысып жатырмын. Енді мынандай табиғатын өздеріңіз көріп отырғандай, ешкімге бұйыра бермейтін бақ. Шынымен де қаншама адамдар етекте қазір ұйқыда жатыр. Бірақ осындағы міне Жандарбекға бастаған, Мәкең бастаған, Айжан бастаған жігіттермен біз осындай керемет табиғатты сезініп, осындай жерде керемет ауада тыныстап, демалыс жасап жүрміз да. Бұған өте керемет шүкіршілік етем. Ал жалпы өзім кәсіпкермін, әр салада кәсіп жасаймын, Қытаймен бизнес жасаймын, Қытайдың завод фабрикаларына кісілермен байланыс жасап, кісілердің бизнесін қойып берем, және де өзім аптой, аяқ киіммен және басқа ұсақ-түйек жұмыстармен айналысамын. Жалпы өзімнің салам бойынша айтар болсам. Ал жалпы хобби туралы айтар болсақ, енді кейін кезде хоббим тауға шығып кетті міне. Сіздердің де хоббиларыңызға айналып жатыр деп ойлаймын. Бірақ біздің негізгі бір өте әдемі хоббиміз бар, ол біз көкпар. Мына Рамазан бастаған, Рамазан досым бар, осында осы біраз жігіттер, осында көкпар жігіттер бар бізде. Батыр көкпар клубы деген көкпар клубымыз бар. Жігіттер өзіміз бірігіп, бірге жер алып, бірге ат алып, қазақтың ұлттық спортын дамытайық, бір жақ өзімізге денсаулық болсын деп, арнайы мына Есіктің жанында Рақат деген ауылда көкпар клубын құрып жатырмыз. Хоббим туралы сол. Жалпы сіздерге жақсы көңіл күйсті, осындай керемет ортада, керемет табиғатта үнемі кездесе берейік. Рахмет. Ай, бәрекелді. Нәке, кетпеңіз. Осы жерде тұрамыз. Ал енді Нәжетбек бауырымызға кері байланыс жасайық. Бірінші қандай жақсы жақтарын байқадық? Ал, кім айтады? Сөзге шебер. Өзіне сенімді. Жылылық бар, е? Өте жақсы. Халықпен жұмыс істеп сөйлеп жүрген азамат көрініп тұр, е? 5 жастағы баладан 7 жастағы қалға дейін, 9-ге дейін
Ай, рахмет. Жақсы. Адамдардың алдында қазір осындай құрметке шығарған бір сөйлеп тұрған шығар енді. Есептемегенде. Жақсы. Бұл кісіден паразитті сөздер байқадық па? Жалпы деген, е? Арасында жалпы деген сөз біраз қайталанды. Сосын? Деп қалам екен арасында? Иә, қол былай, е? Иә. Жақсы. Сал ұстап үйреніп алған десең кәдімгідей. Иә. Былай ұрмаған. Иә. Иә. Жақсы. Соға келе алмай жатырмын да? Кімге қанша рет қарады, соны айтып жіберейікші. Сіздерге санадыңыздар ма? Қанша рет қарады? Қарады ма? Сіздерге қарады ма? Мына жақ қаралмай қалды, сәл-сәл, е? Сіздерге қарамады. Иә. Сондықтан байланыс ұстау, ол өте маңызды. Барлық жаққа қарауға керек. Сенен алдыға шыққанда қолды қойып, шынымен де қиын екен ғой, Иә. Былай, мәкең сөйлеп жатқанда қолды қоя саласың деп тұрасың ғой, Былай жерге келген кезде кәдімгідей қолды қайда қоярыз өте қалды да, былай ма, былай. Жақсы. Жақсы. Мәке, сізде қобалжу болды ма? Қобалжу болды ма? Кішкене болды, иә. Кішкене болды. Ең ала шыққаннан кейін. Мәкең қобалжуын байқадыңыздар ма? Ау? Шығып көруге қазір кішкене айтып жіберейік. Кішкене айтып жіберейік. Мына жақта жақсы. Негізі жалғастыра берсек болады. Келесі жолда, ертеңде жалғастырсақ болады. Иә. Көп уақытымыз кетіп қалады, айтпасеңізші. Күнде бір екі адамнан сөйлетейік, солай болсын, е, бауырым, е? Ертең шықсақ, Ертең кел онда десекші. Иә. Сөйтіп осылай жасай берсек болады. Осы азаматтар не үшін жүр? Мысалға, әрқайсыларыңыз сөйлеп үйрену керексіздер ғой. Ойларыңызды айтып, шығып сөйлеп дегендей. Енді мында бір кеңестер бар, беретін мынандай. Достар, қобалжуды қалай жеңеді? Осында шыққан азаматтар көбісі мысалы қобалжиды. Бірақ Нәкең жеңіп кетті. Жаңа қолмен бүйтіп сөйлеп, табиғат туралы айтып, шықты, қобалжуын басты. Ол өте жақсы қасиет. Солай баса алу керек. Қобалжуды баспасаңыз, қобалжу сізді басып кетеді. Әсіресе мысалға мынандай болады. Кейбір жерге барасыз, ол тақырыпты білмейсіз, мүлдем басқа тақырып болып жатыр. Бірақ сізді айтады, қонақ мынандай келіп тұр, сөз берейік дейді да. Не айтамын дейсің ғой ана жерде, мысалға, не айтамын? Ал ол кезде сол саланың мысалға тарландар отыр, ана жерде мықты адамдар отыр. Бірдеңені айтып қалып, нетсең авария болам ба дейсің мысалға. Сол кезде мысалға менде болды өзімде сондай сәт, аяғың астынан жер кетіп жатқандай болады ғой, былайшы. Бүйтіп тұрасың, жер айналып жатқандай болады аяғың астында. Жүрегің дүрсілдеп, ентігіп былай, кәдімгідей дем аламай тынысың тарылып дегендей. Тура осылай шықсаң, біттің ғой ана жердеші. Сондықтан мынандай бір тактикалары бар екен. Егер сіздер сахнаның артынан шақырып жатса, мінекей қазір Нәжетбек бауырымыз келіп тұр, сахнаның артында тұр, қазір келеді деген кезде, сіз сахнаның артында тұрып, 10 рет приседание жасап, бір 10 рет отжимание жасап алсаңыз болды. Анау қобалжу түседі ғой былай. Кішкене физикалық күш түсірдіңіз өзіңізге, бітті. Ал енді жаңағыдай бірақ 100 рет жасап жүріп, ентігіп шықпаңыздар. Жетеді, аз ғана жетеді. Кішкене былай жүрегіңіз басылады да, қобалжу. Одан кейін егер сізді халықтың арасынан шақырып жатса, онда сол отырған жеріңізде амал жоқ. Қолды ашып жұмып кішкене өзіңізгеші. Сосын тыныс салу бар. Тыныс салу. Терең десеңізде ол да жақсы, бірақ ең жақсысы былай әсер етеді екен. Дейсіз да? Дейсіз. Бір рет тыныс алып, екі рет шығарып, екі рет тыныс алып, бір рет терең десеңіздер, анау жаңа қобалжу түсіп қалады ғой. Сосын халықтың алдынан шыққан кезде, кешегідей айтқан кезде бірінші күліп тұрған адамдарға қарап амандасасыздар ғой. Жаңа қабақ шүт тұрған адамдарға қарамаңыздар. Олар сізді нетуі мүмкін. Қайта шатасып қаласыздар. Күліп тұрған адамдарға қарап сөйлеп, солармен байланыс ұстатып, сөйтіп бастасаңыздар, аудиториямен байланыс кете береді. Кейде мынандай бар. Енді қатты кейбір адамдардан қорқуыңыз мүмкін алдында отырғанша. Ондай кезде дейді, андай қыздар былай деп айтатын. Плюшевый мишка отыр деп ойлаймын дейді, алдында жаңа ойыншық отыр. Сөйтіп мына бір қонжық отыр алдында дейін салам дейді. Сөйтіп елестетіп қарамай сөйлей берем дейді. Сосын бізге анау мектепте бүйтіп үйрететін ғой мұғалімдеріміз. Бір түк нүктеге қарайсың да сөйлей бер депші. Ол бірақ өзің жеткізіп шығасың, айтып шығасың. Бірақ ол жеткізудің ең төмен формасы. Олай жасамаңыздар. Олар балалар жасайды. Бірақ сіз халықтың алдына шыққаннан кейін бәрімен байланыс ұстап, әркімге қарап солай жасауыңыз керек. Сосын жүруге байланысты айтып кетейін.
тұрған кезде сіз осылай тұрасыз, қатты талтайып алмайсыз. Қатты былай тұрмайсыз. Екі аяқ екі иықтың деңгейінде. Бірақ халықтың алдында шыққан кезде жүруге бола ма деген сұрақ қой. Жүруге болады. Бірақ та былай тынымсыз жүре беру керек деген сөз емес. Ол жаңа ой басталып жатқан кезде. Мысалға, қалай Нәжетбек бауырымыз сөйледі мысалға. Қараңыздаршы қалай қол қолданды дегендей. Ал Тәңірберген қалай былай тұрып сөйледі дегендей. Әрбір ой алмасқан сайын қозғалсаңыз, ол білінбейді. Және де сол арқылы сіз аудиториямен байланыс ұстап отырасыз. Иә. Бүгінге осымен тәмамдайық. Иә, бауырым ренжімейсің ғой. Келесі жол таныстырайық, иә? Құдай қаласа бұл. Ал аман болыңыздар, жақсы. Сәттілік. Өмірге сабақ, иә? Керемет сабақ. Осыны қайтырайық үйге барғанда, ең басты ұмытпау үшін. Ал бүгін жігіттер өте керемет кездесу болып жатыр. Негізі ең алғаш келіп жатқан жігіттерге айтып отырғаным, бүгін тамаша болды, мына өмірге өте керекті бір сабақ болды. Осыны ұмытпау үшін үйге барып қайталаңдар. Сондықтан бүкіл достарды, бүкіл халқымызды, бүкіл қазақ жігіттерін түнге емес, күндіз жарықта жүруге шақырайық. Жарық болсын өмірлер. Әйтпесе қараңғыда жүретін болса, қараңғы бола береді. Қараңғылықта шыға алмай қалады. Ал қазағым осындай тауда көңіл көтеріп, әр отбасында береке, ынтымақ, татулық болса, таңертең ерте тұрған адамда көңіл күй жоғары болады. Көңіл күй жоғары болатын болса, ашуланбайсың. Ашуланбайтын болсаң, күнің берекеге, жақсылыққа өтеді ғой. Сондықтан барлықтарымыз осындай тамаша, әр күніміз осындай тамашамен өте берсін. Ал, жасасын, жас жігіттер. Бәрекелді, рухыңыз биік болсын, барлықтарыңызға пайдалы білім болсын.